بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع. жетінші сабақ. الولد والصدى. бала және жаңғырық. мәрж жайылым, фирар қашу, содан жаңғырық, ғадап ашуланып, саббу ұрысу, шатмун балағаттау, иғада қайту, мушатама балағаттасу, шикая арыздану, ихтиба жасырыну, сиуа басқа, торқ қағу, қабла залик бұдан бұрын, фима хуа яқрау ол оқыған кезде, айнда залик сол кезде, сол уақытта, фиала саутихи бар даусымен. храджа алиун зата яумин иля сахра шықты Али бір күні сахараға. وبينما هو يمشي فيها وصل إلى مرج قريب من غابة كثيرة الأشجار. ол онда жүрген еді, сонда жетті жақын бір жайылымға. орманы бар, ағаштары көп. وفيما هو يلعب في المرج فر من أمامه طير. ол онда ойнап жүргенінде, ол жайылымда ойнап жүргенінде қашты алдынан құстар. فصرخ علي ها ها ها. сонда Али айқайлады ха 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 деп. فرجع إليه الصدى في الحال. сол кезде қайтты оған оның жаңғырығы. أما علي فعجب من ذلك كثيرا. Али болса бұдан ғажаптанды. لأنه ما كان يعرف قبل ذلك ما هو الصدى. өйткені ол білмейтін еді бұдан бұрын жаңғырықтың не екендігін. وظن أن في الغابة ولدا يصرخ مثل صراخه. ойлады орманның ортасында бала бар деп, ол сияқты айқайлап жатқан. فقال من أنت يا هذا. сондай айтты, ей бұл сен кімсің деді. فأجابه الصدى من أنت يا هذا. сонда жаңғырық жауап берді оған, бұл кім, ей бұл сен кімсің деп. فصرخ علي بأعلى صوته أنت أحمق. сонда Али айқайлады бар даусымен, сен ақымақсың деп. فأجابه الصدى أنت أحمق. сонда Али жаңғырық жауап берді оған, сен ақымақсың деп. وعند ذلك اشتد غضب علي وأخذ يسب ويشتم. сонда күшейді ашу Алидің, және ол ұрса бастады және балағаттай бастады. وكان صدى يعيد إليه شتائمه كلمة كلمة. сонда жаңғырықта оған оның балағаттаған сөздерін сөзбе сөз оған қайтарды. وعند ذلك أخذ علي يفتش عن الولد الذي شاتمه. сол кезде Али іздей бастады баланы, оны балағаттаған. ولما لم يجده عاد إلى بيته وشكى أمره إلى أبيه. алайда таппады оны және қайтты үйіне және осы істі арызданды әкесіне. وقال له يا أبي كان ولد مختبئا في الغابة. сонда айтты ол, ей әке, бір бала бар жасырынған орманда деді. وحين وصلت إلى قربي منه أخذ يسبني ويشتمني. мен оған жақындай бергенімде ол маған ұрса бастады және мені балағаттай бастады. فقال أبوه لم تسمع يا ابني سوى صدى كلامك. сонда әкесі оған айтты, ей балам, сен жаңғырықтың сөйлегенінен басқа еш нәрсе естімедің. وأنت الذي بدأت بشتمه. сен бастадың балағаттауды. فرجع إليك صداه من وسط الغابة. сонда қайтты саған жаңғырық орманның ортасынан. ولا عجب من ذلك. сонда бұдан ғажап
Бұдан сені ғажаптанба деді. Бұдан ғажаптанба. فَإِنَّ مَنْ طَرَقَ الْبَابَ سَمِعَ الْجَوَابَ. Кім есікті қақса, жауапты естиді. Бәләул инсан минәл лисан. Адамға бала тілінен деді. Жетінші тәмрин, қазақша сөздерді арабшаға аудару. Есікті қақтым. Тарқул бәб, неге ашылмады? Лима ла яфтаху. Бақшаға жасырындым. Ихтибату фил джунайна. Бар даусымен дауыстады. Сараха би а'ла саутихи. Досыңа ұрыспа. Ла тасуббу иля садиқик. Бұл жерге шықпа. Биік жерге шықпа. Ла тасуд иля макани муртафи. Ағашы көп бауға бардық. Захабту иля джунайнати ашшарун каthир. Мен бұрын сені білмейтін едім. Ана أعرفك قبل ذلك. من قبل. أنا أعرفك من قبل. Бұл жасыл жер өте кең. هذا الأرض الخضراء واسعة جدا. Айтқаныңа қатты ғажаптандым. عجبت كثير مما قلت. Мен аулада ойнап жүргенімде Фарид келді. Ана алғабу фиддар жа Фарид. Абдул Халимді айтып жатқандарыма наразылық білдірдім. Иътаратту аля зикрикум Абдул Халим. Ол сабақта тыныш отырмады. Лам яджлис хадиян фиддарс.